Қайырлы күн достар, бүгін біз кухняның толықтай сабағын бастаймыз. Ең бірінші түсіндіріп өтейін, бізде мына жерде уроктар бар, дайын сабақтар, осы жерде кухня деген сабақта бар. Осыны да көріп алсаңыздар болады. Ең бірінші кухня файлға кіріп, комната жасауымыз керек. Комната жасаймыз. Мына жерден өзімізге керек, мысалға 4520 болсын, былай қарай. Ені тереңдігі 3540 болсын деген сияқты комнаталарды қоя берсек болады. Применить. Міне бізде комнатамыз дайын. Енді осыған этапный конструктор арқылы кухня қосамыз. Ол қалай? Ол былай. Басқаннан кейін кухня деген шығады. Алдында шкаф еді, енді кухня. Кухня мен стена 1, стена 2 деп осылай таңдасақ болады. Немесе мына монитор арқылы, негізгі экран арқылы өстіп таңдасақ та болады. Готово. Басқаннан кейін арқылы далені басамыз. Далені басқан кезде бізге полностью осылай конструкцияны көрсетеді. Бізге қаласақ, отступтарды жазып шықсақ болады. Отступ бізде үстінен 10 деп алайық. Нижнее слева бізге метр. Есік бар деп есептейік. Нижнее справа 200 деп есептейік. Одан кейін верхний сзади керек емес, верхний справа 200 болып кете берсін, верхний слева метр болсын. Мінекей, дәл осылай өзгертіп ала берсек болады. Енді қараңыз, сізге примерно конструкциясын көрсетті. Нижний корпусты таңдасақ болады. Осы жерден бізге мысалға столешница 900-ға керек болатын болса, мынаны өзгертсеңіз болады. 720 емес, 760 деген сияқты. Бізде 40 столешница бар ғой. 40, 100, 800, 900. Әрине ол стандартный емес. Кеттік ары қарай. Қайтадан стандарттар өлшем негізі 720. Далее басаймыз. Ары қарай осылай сізге толықтай барлық комнатаны көрсетіп тұрады. Сізде мүмкін осылай тұру да мүмкін. Қаласақ оны екінші стенаны көріп, болмаса барлығын таңдау дегенді таңдасақ болады. Басқаннан кейін сізге өстіп екі комнатаныкында көрсетеді. Қаласақ біз барлығына антресоль қоямыз. Антресольдің высотасын жазсақ болады осы жерге, және глубиналарын жазсақ болады. Антресольдің мысалы глубинасы бөлек болады. Қаласақ әрине. Болмаса 320 деп қала берсек болады. Планка. Бізге планка керек пе, керек емес пе? Таңдасақ болады міне. Планка үстіне если 50-лік планка жүргізетін болсақ, галочка қоямыз, 50 деп жазамыз. Енді угол бізде қалай болу керек? Қазір бізде программа өзі автомат түрде сізге дұрыс вариант ұсынып тұрады. Қаласақ өзгерте беруге болады. Біз қаласақ осы бөлмені таңдап, біз уголды мына жаққа таңдасақ та болады міне. Угловой бізде шкаф дайын болып тұр. Бізде негізі әдепкісі былай еді ғой. Міне. Әдепкіге қайтадан келтірейік. Мына екенін алып тастайық. Мына угол бізде осылай тұр. Давайте біз варканы керісінше мына жаққа жіберейік. Осы бетке қалаймыз да, варочный поверхность десек, автомат түрде бізде осындай төбесіне жылжытып береді. Бізде мышканы апарып, осылайдан тартып, магнитпен жасасақ болады. Бұл магнит астыңғыға байланысты өзі тартып алады. Мынаны осылайдан жылжытып, мысалы бұлайдан қойсақ болады. Жылжытып қоямыз да, мынаған сушка қойсақ болады. Осы жаққа біз мынаны алып тастайық мүлде. Осы жаққа біз варка мен духовканы қосайық, қаласақ. Осыны слева дейміз дағыны, осы жерден таңдасақ болады. Пенал с духовкой, мінекей. Мынау да бұлай болсын, ал мынанікі керісінше болсын. Мінекей. Қаласақ, мына жерден ящиктерді санын азайта аламыз. Біреу деп қойып, осының высоталарын жазсақ болады. Мысалы ретінде біз мынаны одан кейін қосымша мынаны бүйтіп тартып тұрып бассақ, ауысат бүйтіп айналып. Ол былайынан қолданғанға ыңғайлы. Мысалға сізде мынандай бір функция бар деп есептейік. Давайте мынаны мына жаққа қояйық. Мынаны алайық та, мынаған тартсақ болады. Мінекей. Біз тартып ыңғайланып қоя берсек болады. Қаласақ мына жерде өлшемді жазасақ болады. Бізге нақты 1200 керек болса, мына жаза салсақ болады. Мынаны былайынан тартасақ болады. Мынаған сушка қоюымыз керек болса, заменить етіп, осы жерге сушка деп таңдасақ болады. Сушка өзі таңдалынып, 800, 600 деген сияқты таңдауға болады. Қай бетіне қоюымыз керек, тоже вариант бар. Бізде мына қасында тартпамыз болды, мынаны былайынан жылжытып қояйық. Қаласақ мынаны да былайынан. Мына жерде енді блок тұр екен, блокты алып таста дейсақ болады. Міне, тартқан кезде өзі тартылып жылжиды. Мынаның есігін ашылуын реттей аламыз. Мінекей, бізге
мына жағы болсын. Мынаның ящиктің высотасы, енді қараңыз, бізде мына жерде 3 ящик болды, иә. 3 ящиктің высотасы өзгертсек болады. Мысал ретінде 720-ны 720 бөлінген 2 деп жазсақ болады, мінекей. Ал мынаны біз егер плюсті қоссақ, мінекей, осылай төбесінде 2 ящик бір, асты бөлек болады. Қаласақ 4-еу қыла аламыз. Бүйтіп 3-еу қыла аламыз, 2-еу қыла аламыз. Давайте осылай 2-еу қылып қалдырайық, мына жақты осылайнан 3-еу қылып жасайық. Мынау 2-еу болсын, мынау 1-еу болсын, есігі осылайнан болсын, мына жақта холодильник болсын. Холодильниктің высотасын тоже өзгерте аламыз мына жерден. Толықтай дерлік почти дайын деуге болады. Енді келесі этапқа бөлеміз. Келесі этапта ручкалардың этапы. Ручка кез келген өзімізге ұнайтын ручканы таңдасақ болады. Вверх без ручка, бірақ фирмасын тоже өзгертсек болады. Мысалы, Хейфел таңдайық. Так, ручка вверх деп тұр, иә. Осы жерде дно меньше деген таңдасақ болады. И ол қаншалықты қысқа болады, тоже таңдай аламыз. Ящик қандай фирма таңдай аламыз. Мына жерден Bloom, Heidig, Bayard деген сияқты тоже таңдасақ болады. Енді қараңыз, планка слева деп тұр, иә. Бұл жерге фальш панель деп таңдасақ болады. Справа фальш панель, сверху фронтальная, подсветка вверх қаласақ, вырезной қылып қойсақ болады. Вырезной мына жерден 30 ступень жаза аламыз. Және оның глубинасы қанша, және ширинасы қанша, осыны таңдай аламыз. Мұның бәрі енді стандартты әдепкеде тұрады, қаласаңыз өзіңіз өзгертіп сақтай аласыз. Келесі корпус бізде белый, мына белый болсын. Давайте дубсанома деп таңдайық. Цоколь бізде наоборот краска болсын, иә. Краска болсын. Біз красканың цветін таңдай аламыз, кез келген цветке. Мысал ретінде бізге мынандай қызыл түс керек деп есептейік. Фасад ящика тоже краска деп таңдай аламыз. Аламыздағыны осы цветті таңдаймыз. Фасад низ тоже краска. Красканы аламыз. Өйткені мысалға фасад низді біз басқа цветпен боясақ болады. Фасад ящикті де, цокольді мысалға басқа цветпен деген сияқты таңдау беруге болады. Қараңыз, вверх бізде фасад краска 16, 18 тоже таңдай берсек болады ғой. Қараңыз, фасад вверхті біз кішкене басқаша цвет, мысалға мынандай серый оттенкпен жасайық. Пеналды қызыл болып кете берсін, розовый оттенок. Фасад антресоль тоже так. Бежевый таңдайсақ, серый таңдайсақ. Серый кетті, столешницаны таңдасақ болады. Қаласақ, осы жерден біз однотонный цвет таңдасақ болады, текстурный таңдасақ болады. Однотонный пока таңдай берейік. Нижний қандай фасадтың түрін таңдауымыз керек. Мысалға мынаны таңдадық. Верхнийді мысалға модерн деп таңдасақ болады. Пеналдыкын тоже Александрия, низ тоже осыны таңдасақ болады. Антресольдікін аламыздағыны мысал ретінде рифленый таңдасақ болады. Мына жерде бүкіл информация тұр, 3 түрлі цветте таңдалған бәрі, осының бәрін аламызды построить дегенді басамыз. Мінекей бізде толықтай дерлік дайын. Мысалға біз мына жерден өзімізге керек, мысалға маған ручка керек емес, иә. Қаласағына фасадты таңдап, осы жерден ручканы алып тастай аламыз. Мінекей. Мына жерден тоже кухняның, техниканың ручкаларын таңдай аламыз, қай жерден орналасу керек. Бізге мына жерге керек. Мінекей. Үстінен керек. Мінекей. Заменить. Мінекей. Дайын. Қаласақ, оны біз ортаға да орналастыра берсек болады. Ол тоже мына жерде бұлайнан көрсетіліп тұр. Мінекей. Бұлайнан қоямыз. Үстіндегісін, холодильник правый деп тұр. Осыны аламызда тоже үстіне қоя береміз. Астына қоямыз бұны. Заменить. Мінекей. Дайын. Мінекей осылай кухняның толықтай түрі дайын. Қаласақ мына подсветканың орындары өрі сызылып тұр. Толықтай дерлік сызылып тұр. Енді біз бұның КП-сын шығарсақ болады. КП, как обычно, осыған дейінгі жасап жүрген нәрсе. Енді бізде жаңартылған версия бұл база цены. Біз бұл жерден кез келген направляющийдің бағасын өзгертіп, өзімізге ыңғайлы етіп сақтай аламыз. Мысалға, пандоровтардың мына жерде ножки, ручки, мысалы ножки 150 теңге, ручка мысалға 500 теңге емес, 1000 теңге деп
қойсақ болады. LED подсветка қанша болады? Бәрін істейміз. Мына жерден сол кезде бәрі есептеліп, көрсетіліп тұр. Енді собрать КП аламыз. Предложение клиенту. Міне, клиентке жіберуге біздің толықтай КП-міз дайын. Қаласақ, компания дегенге кіріп, сіз қаласаңыз, осы жердегі компанияның данныйларын өзгертіп, өзіңіздің логотипіңізді жүктей аласыз. Сол кезде сізге мына жерге КП өзгеріп шығады. Аламыз, распечат жасаймыз. Все, ыңғайлы. Клиентке жібереміз. Все. Енді бұл КП-дан бөлек бізде мына екінші функция бар, иә? Файлға кіреміз. Сборочный чертеж болмаса байс экспорт деген бар. Байсқа экспорт жасайық. Мысалы бізде комната 2. Экспортировать. Бізде толықтай бұл байсқа экспорт жасалады. Енді міне бізде байс ашылды. Осы жерден скриптіға кіреміз дағыны өзіміздің жаңағы импортты таңдаймыз. Міне комната 2. Открыть. Мына жерден сізге присадкалардың барлығын ұсынады. Қаласаңыз толтырып шығасыз. Мінекей, мына жерден мысалға бізге 5-35 керек, аламыз да, мына жерге мысалға 5 деп жазсақ. Мына жерден бәрі шығады. Ыңғайлысын таңдаймыз мінекей. И осылай толтырып шығамыз. Қаласақ кромкаларды өзгертіп шығамыз. Мысалға бізге MDF-қа кромка керек емес. Дуб саномаға аламыз дағыны кромканы дубқа ауыстырамыз. Міне дуб. Все, окей. Енді импорт. Все, барлығы импортталды. Бізде енді ол жақтағы цветтер один в один бұл жаққа түспейді. Бұл жерде байсын өзінің цветі. Краскалар осы цветпен, ал мына цветтер LDSP белый, дуб. Олар тоже осы жерде тұр. Қаласақ, оны цветін өзгерте аламыз. Міне дуб санома. Аламыз дағыны осы жерден. Мінекей, қаласақ, F деген кнопканы басқан кезде фасадта жасырылады. Осылай көре аламыз мыналарды. Мына жерде подсветканың полный тесіктеріне дейін, присадкасына дейін міне көрсек болады. Пазды көрсетіп тұр. Кромканы көргіміз келсе, міне кромкасына дейін көрсетіп тұр. Ішінде байсты былайынан көрсеткен кезде міне толық присадка жасалып тұр. Мына жерде міне ящиктердің тесіктері, петлялардың тесіктері, ножкалардың тесіктері, бәрі, міне тесіктердің барлығы дерлік толықтай түсіп тұр. Мына жерде корып та тұр, міне. Корып тұр. Мынаның астындағы мысалы полкодержатель, мінекей. Тесіктердің бәрі тұр. Қаласақ, міне 2 рет басқан кезде, міне присадканың тесіктері толықтай дерлік көрінеді. Карта раскроя деген бар. Аламыздағыны раскройға жіберсек болады. Мына жаңа бетке ашылады. Мына жерден без материалы дегендер енді. Мына жерден алып тастаймыз. Алсақ, бұл раскройға шықпайды. MDF-тарды қаласақ жібереміз. Тоже қаласақ, галочканы алып тастаймыз. Дуб саномада текстура болады. Аламыз, умныйға қоямыз. Мына пропил, мысалға, сізде может 5 болу мүмкін, может 4-5 болу мүмкін деген сияқты настройкасын қоясыз, и все, распылға жібересіз. Сізге толықтай осылай раскройды картасын көрсетеді. Қанша лист кетеді, қанша крой кетеді, барлығы дерлік осылай дайын тұр. Бәрін жинақы, әдемі, экономный қылып жасалған, көрсеңіздер көрініп тұр. Және бұл жерде біз қаласақ тесіктерді көре аламыз. Если присадка деген галочканы қойсақ, мына жерден тесіктердің бәрі көрініп тұр. Біз бұны экспорттап қаласақ DXF-қа жүктей аламыз. Мыналарды сразу DXF-та сіз қаласаңыз Nesting-қа, кез келген программаға, Corel-ға салсаңыз болады бұны, болмаса ЧПУ-ға салсаңыз болады. Осылай дайындап шығарып береді. Мына жерден этикетканы распечат жасасаңыз болады. Этикеткасы дайын, QR-коды дайын, аттары дайын, қандай модуль, нумерациясы қандай, бәрі жазылып тұр. Нумерация жазылып тұр, мына жерде бәрі. Толықтай ыңғайлы етіп. Енді аламыздағыны печать дегенге басамыз. Осы жерден толщиналар көрсетіліп тұр. Мысалы, дуб санома бізде 16-лық тұр. MDF краска 16-лық және 18-лік бар екен. 4 лист кетіп тұр. Наданда 4 лист. Кромка мынанша метр. MDF-та кромка керек емес әрине. Кромка мынанша метр, HDF-та осынша. Қаласақ, мынаны распечатка жасаймыз да, болды. Картаны бере берсек болады. Дайын. Енді карта раскрой кетті, клиентке КП жібердік, санадық барлығын. Енді просто бұл проектіні аламыздағыны сақтап қойсақ болады. Сохранить проект. Кез келген жерге папкаға сақтайсыз да, бұл мысалы бізде
сабақ 2 болсын. Все. Сохранить етілді. Біз кез келген мына жердегі кез келген модульді қаласаңыз өзгерте аласыз. Мына жерде бізге мысалға бір белгілі бір модель болмаса белгілі бір листті өзгерткіміз келсе өзгертуге болады. Біз мысалы мына жерден полканы өзгертейік дейік. Мысалы мына полканы таңдадық. Полка 2 деген таңдаймыз. Бізде мынандай функция да бар. Мына жерден сіз мынаны бассаңыз, бірден полканы таңдап береді. Аламыздағыны осы жерге полканың санын көбейте саламыз. Бізге 3 керек. Мінекей. Бізге мына жерге дополнительный полка қою керек. Полка деген тұр. Мына жерде количествоны азайтамыз. Плюсті басамыз, міне. Болды, полкамыз дайын. Дәл осылай барлығын өзгерте берсек болады, ыңғайлы. Мысалға, біз мына ящиктің мына жерде высоталарын өзгерткіміз келді. Ящикті басамыз. Аламызда мына жер 70 емес, мысалға 150 болсын. Мынау да 150 болсын. Мынау бірақ үшіншісі 250 болсын. Міне. Осылай өзгерте аламыз. 100 дейсік. 120. Міне. Осылай өзгерте аламыз. Өте ыңғайлы. Высоталары барлығы өзгереді. Қаласақ мына жерден полканы қосамыз, алып тастаймыз. Мына жерге де дәл солай жасай аламыз. Мынаны да солай жасай аламыз. Міне ящикті таңдаймыз. Қаласақ аламыздағының осының высотасын бізге 250 деп жазамыз. Все, биіктігін таңдадық. Дәл осылай кез келген ящикті таңдап, осылай өзгерте берсек болады. Ыңғайлы еді. Енді бұның сборочный чертежі. Файл, сборочный чертеж, фасадтары қаласақ керек емес. Бізге мысалы фартук, столешница дегендер вообще керек емес. Столешница, антресоль керек. Все. Енді кішкене күтеміз, арада 5 секунд қана уақыт. 5 секунд күткеннен кейін бізге дәл осындай сборочный чертеж дайын. Каждый модульдікі жеке әдемі түрде осылай көрсетілген. Қандай ящик бар, қандай модельдер бар, қалай орналасқан, барлығын. Ешқандай қиындығы жоқ. Кез келген мебельчик мынаны отырақта жинай береді. Енді бізде список фурнитуры деген бар ғой. Список фурнитуры. Басқан кезде осылай полный список шығады. Типон накладной, мысалға, мына жерден көрсетіп бір, мысалы, осы жерлерді қаласақ өзгерте береміз. Ножка, мысалға, бізге черный керек, ручка, золото керек, петля, хейфел, накладной, мысалға, керек па кереміз таңдай берсек болады. Конфирмат, мини-фикс, шкан, полкодержатель, шуруп, LED подсветка. Проблема жоқ. Кез келген қаласақ осы жерден бағасын да өзгерте аламыз, количествосын. Мысалға, бізге типон бізге 20 штук керек. Сразу бағасын есептеп беріп тұр. Бізге мысалы ручка 16 штук деп тұр. Ножка мысалы 34 емес, 33 штук ала саламыз. Одан кейін шурупты мысалға 1000 штук бір пачкасын аламыз. Мысалға полкодержатель мысалға 20 штук аламыз. Шкан, минификс, конфирматта мысалға 500 штук деген сияқты өзгертсек, болды, мына жерден бірден шығады. Қаласақ мына ручка мысалға 1000 теңге деп тұр ғой, осыны 2000 теңгелік ручка алсақ болады. Сразу бағасын бәрі есептеп көрсетіп тұр. Вообще проблема жоқ. Мынандай енді мысалға қаласақ количество 10 метр 2 лента аламыз ғой бәрібір. 50 000 теңге деген сияқты өзгерте берсек болады. 5 жерге мысалы 6 метр шығып тұр. Қаласақ осы жерде жоқ болса плюсті басып тоже қоссақ болады. Біз аламыз да осы жерге не бар мысалға угольник. Енді алдағы уақытта олардың бәрі шығар. Белый угольник бізге 20 керек. Бұл бізге 20 теңгеден. Все, болды. Печать жасайсыз, жібере бересіз. Өте ыңғайлы, түсінікті. Все, бізде енді бүгінгі кухняның сабағы аяқталды. Алдағы уақытта осының обновлениесін күтіңіздер. Алдағы уақытта өте мықты обновление болады. Бізбен бірге болыңыздар.